Жамбыл облысында құрылыс басқармасы 530 миллион теңге болатын оңалту орталығының жобалық құнын 124 миллион теңгеге асыра көрсеткен. Құйтырғы әрекетті антикор анықтап, мердігердің шотына қаржының заңсыз аударылуына жол бермеді. Былтыр құрылыс басқармасы мен мердігер Шу ауданында әлеуметтік нысан салу жөнінде келісім шартқа отырады. Құрылыс құнын құжатта 654 миллион теңге деп көрсетеді. Тексеріс кезінде оңалту орталығын кәсіпкер өз қаржысына тұрғызғаны анықталды. Өйткені келісім ауызша жүрген. Тапсырыс беруші ақшаны алдағы уақытта аударамыз деп сендірген. Кәсіпкердің шотына түскен артық ақшаны өзара бөліспек болған. Ал әкімдік құрылыс басқармасы мамандардың әккі әрекетін құжаттағы қателік деп есептеп отыр. Сондықтан оларға қызметтік ескерту ғана берілмек. Жобалық сметалық құжаттарды қайта қаралған болатын. Ол жерде жаңа 530 миллион теңгені құрап отыр. Жаңағы балалар оңалту орталығының құрылыс нысанына байланысты. Бұл жерде 124 миллион теңге көлеміндегі үнемделген қаражат ары қарай да сол жаңағы бітпеген, сол аудандағы құрылыс аяқталмаған және мектеп нысанына, яғни жолданатын болады.